Сәлем достар, менің есімім Асқар. Мен ұлттық бірыңғай тестілеуде 125 балл жинадым. Бұл видеода ұбт-дан қалай жоғары балл жинағаным бойынша кеңестеріммен бөлісемін. Бірінші маған көмектескені ол жүйелі түрде дайындалу. Яғни көп оқушылар бір ай бойы математика, екінші ай физика, үшінші ай тағы да басқа пәндерді дайындалып жатады. Ол өте үлкен қателік. Яғни сіз барлық сабақты кішкентайдан болса да бірге алып жүрсеңіз, өзіңіздің керекті балыңызға жетесіз. Екінші менің сіздерге берер кеңесім ол қосымша білім алудан қашпау. Сіз бір ай бойы өзіңіз үйренетін сабақты қандай да бір мұғалімге немесе қосымша білім беру орталықтарына бару арқылы бір аптаның ішінде тез үйреніп ала аласыз. Бұл дегенің сіздің көптеген уақытыңызды үнемдеуге көмектеседі. Егер де сіз қосымша білім беру орталықтарына бара алмасаңыз, онда интернет ресурстарды және де онлайн білім беру платформаларын қолдануды ұсыныс білдіремін. Көп оқушылар ұбт-ға дайындалу кезінде ақшаларын үнемдеп жатады. ұбт және де білімге салынған инвестиция ол сенің болашағыңа салынған салымың. Сол себепті өзіңнен және біліміңнен ешқашан аянып қалма. Ол міндетті түрде саған 2 есе 10 есе болып қайтатыны сөзсіз. Маған көмектескен тағы да бір әдіс ол тесттерді жаттау. Ерсі естілуі мүмкін, бірақ та мен тесттерді жаттау арқылы өзімнің деңгейімді көтере алдым. Мен сіздерге берер кеңесім тестті жаттап қана қоймай, оның түпкі мағынасын түсінуді қоса алып жүру. Өйткені ұбт өтеді, ал сіздің біліміңіз мәңгі өзіңізбен қалады. Егер сіз оның неден шыққанын түсіне алсаңыз, болашақта оны сіз тек қана ұбт-да емес, басқа жерде де қолдана аласыз. Келесі маған көмектескен ол күнделік жүргізу. Күнделік жүргізу екі мәселеңді шешіп кетеді. Біріншіден, жалқаулық екінші планға қалады, және де екінші ол бағанағы айтып кеткен жүйелікке көмектеседі. Сен күнделік жүргізу арқылы неден кейін нені және де апталық, айлық результаттарыңды, нәтижелеріңді жазу арқылы өзіңді қатаң түрде қадағалай аласың. Сол себепті күнделік жүргізуді ұмытпа. Келесі екі күнделікті мен саған кеңес ретінде айтар едім. Қазіргі таңда қазақстандық Серікбай Бейсекеевтің дневник успеха және де мені өзгерткен 90 күн деген күнделіктерді қолдансаң, сен өз мақсатыңа тез жетесің. Келесі маған көмектескен әдіс ол ата-анамен жасалған декларация немесе келісім. Мен осындай уақыттың ішінде осы балға жетемін, сол кезде сіздер маған осыны алып бересіңдер, ал егер де жетпесем, мен онда үй тазалаймын немесе тағы да басқа заттарды істеймін деп келісім жасаймыз. Бұл келісімді жасау арқылы сіз әлі уақыт бар деген үлкен сылтауды айналып өте аласыз. Сол себепті ата-аналарыңызбен келісім жасаңыздар. Қорыта айтқан кезде жоғарғы нәтижеге жету ол мүмкін дүние. Құрметті оқушылар, ең бастысы өз қорқыныштарыңды басқара білу. Егер де сен ұбт-ға тапсырар кезде басқа заттарға алаңдайтын болсаң, өзіңнің діттеген балыңа жете алмай қаласың. Сол себепті емін еркін бол, ештеңеге алаңдама, тек қана алға. Жоғарғы нәтижеге жету ол әркімнің қолында. Сенің де ол қолыңнан келеді. Дарын онлайн, сен дарындысың. Құрметті достар, бұл менің жеке тәжірибем. Сіздің тәжірибеңіз мүлдем басқа болуы мүмкін. Сол себепті әрқашан өзіңіздің нұсқаңызды дамытыңыз және де біздің Instagram, YouTube арналарымызға жазылуды ұмытпаңыз. Біз сіздер үшін әрқашан пайдалы нәрселерді, пайдалы контентті түсіретін боламыз. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.